Ассалаумағалейкум, қадірменді қазақ елі. Астана қаласындамын. Екінші емхана дейді Рысқұловадағы. Осыдан 6 ай бұрын порталға тұрып, көз емдетуге. Енді жасырып не керек? Бас ауырып, балтырсы дағынға біз аққанат ауыр абзазы жандырға жүгінеміз. Сол міне бір ақпаратқа азаматтармен таныстырғым келеді. Кеше таңертең түстік. Өзінің балаларына медбикелер бізді қарсы алғанға риза болды мен. Шіркін-ай, осылардың еңбектері ақталса екен. Және кеше күні медбикелердің күні болыпты. Осындағы қарындастарды өткен мерекесімен құттықтағым келеді. Жемістерің ұзағынан болсын, ауырмайық, рухым-ақай. Бәрі сәтті болсын, отадан шығып тұрған болса. Міне, мына азаматтың басқарып отырған коллективі, мына орынбасарлар керемет қуанып отырмын. Өзінің баласын күткен, бір таң қалғаным. Міне ар азаматқа мен Тукинов Латиф Зарипұлына қазақ айтады ғой, жас өспейме жарылбаймайды. Бұның әкесі мен құрдасым болған, мен мұнда келіп бұл азаматтың осына істеймін. Сол үшін құрметті қыздар, үлкен рахмет, жемістер, еңбек жемісі. Мынаны бүкіл қазақ елі көреді, Алла қосса. И жақын шетелдегі азаматтар көреді. Көріп жатырмын. Қазақ айтады, сынсы мінсі өлмейді. Мен қолыма не келеді, больницаға шет жағасынан қолым шөремін. Үлкен рахмет. Жемістерін жақсы болсын. Өздерімен бірге Абақ Керей, Дәулет Зұқа, Зайсан, Жеменей қол көтеріп ауырмайық ағайын, ауырмайық. Міне, жағадан шығып тұрып, себеп бәрін жасап, қуанып жатқаным ғой, Аллахым.